Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз магнитті материалдар. Денелерді магниттік қасиетіне қарай жіктеу. Әлем магнитті. Алыстағы алып тұмандықтардан бастап қарапайым бөлшектерге дейін магнитті. Адам шығу тегі әртүрлі сансыз магнит өрістермен байланысады. Біз магнитте үйреніп алдық, кейде айналамызда қанша магнит бар екенін білмейміз. Оны мектеп физика сабақтарының атрибуты ретінде қараймыз. Біздің пәтерде ондаған магнит бар. Мысалы, электр ұстарасында, динамиктерде, магнитофондарда тіпті шегенің өзі магнит болып табылады. Біз өзімізде магнитпіз. Ішімізде ағып жатқан биотоктар бізді қоршап тұрған магниттік күш сызықтарының таң қаларлық пульсациялық үлгісін тудырады. Біз өмір сүріп жатқан жер алып көк магнит. Күн сары плазмалық шар одан да керемет магнит. Радиотелескоптармен әрең ерекшеленетін галактикалар мен тұмандықтар шексіз мөлшердегі магниттер болып табылады. Термоядролық синтез электр энергиясының магнитогидродинамикалық генерациясы, синхротрондардың зарядталған бөлшектерінің үдеуі және электр энергетикасы. Бұлар бұрын-соңды болмаған көлемді және беріктігі бар магниттер қажет болатын аудандар. Күшті, аса күшті, ультра күшті және одан да күшті магнит өрістерін құру мәселелері қазіргі физика мен техниканың басты мәселелерінің біріне айналды. Енді магниттің тарихына келетін болсақ, 18 ғасырда электр және магнетизм бір-біріне ұқсас болғанымен басқа сипатқа ие болып саналды. Дегенмен магниттілік пен электр арасындағы байланыстар байқалатын кейбір фактілер белгілі болды. Мысалы, найзағай түсіру нәтижесінде темір заттардың магниттелуі. Бұл кезде дат физигі Лейден разрядтау көмегімен темірдің кесегін магниттеуге болатындығын байқады. Дегенмен кейбір белгілі фактілер электр және магниттік құбылыстардың арасында байланыс бар деп сенімді түрде айтуға мүмкіндік бермеді. Бұл байланысты алғаш рет 1820 жылы дат физигі Эрстед тапты. Ол магниттік бағдарға электр тоғының әсер ететіндігін байқаған. Бұл жаңалықтың тарихы қызық. Эрстед 19 ғасырдың бірінші 10 жылдығында электрлік және магниттік құбылыстар арасындағы байланысты идея ретінде көрсетті. Ол табиғат құбылыстарында олардың алуан түрлілігіне қарамастан бір тұтастық болады, олардың барлығы өзара байланысты деп санады. Осы идеяны басшылыққа ала отырып, ол өзінің алдына тәжірибе арқылы осы байланысты неден көрінетіндігін анықтауға міндет етіп қойды. Эрстед магниттік ине жер меридианы бойымен бағытталған өткізгіштің үстіне қойылса және өткізгіш арқылы электр тоғы өтетін болса, онда жебе белгілі бір бұрышқа ауытқитынын анықтады. Эрстед өзінің жаңалықтарын жариялағаннан кейін көптеген физиктер осы жаңа құбылысты зерттей бастады. Мысалы, француз ғалымдары Био мен Савар магниттік инені тоқтың әсер ету заңын орнатуға тырысты, яғни магниттік инеге әсер ететін күш оны электр тоғының жанына орналастырғанда қалай және неге байланысты болатындығын анықтауға тырысты. Олар магнит полюсіне тікелей тоқ өткізгіш жағынан тоқ күші полюстен өткізгішке дейінгі ең қысқа қашықтыққа перпендикуляр бағытталған және оның модулі осы ара қашықтыққа кері пропорционал болатындығын анықтады. Био мен Савардың жұмысымен танысып, Лаплас магниттік күшті, яғни заманауи тілмен айтқанда магнит өрісінің күшін есептеу үшін магниттік полюсте тоқ күші бар өткізгіштің өте кішкентай кесінділерінің әсерін қарастыру пайдалы екенін атап өтті. Био мен Савардың өлшемдерінен егер дельта L өткізгіш элементі туралы ұғым енгізсек, онда магнит полюсіне осы элементтен әсер ететін дельта F күші пропорционалды болады деген қорытындыға келді. Мұнда дельта L өткізгіштің элементі, тета бұл элемент пен дельта L элементінен күш анықталатын нүктеге дейінгі түзілген түзу бұрышы және R магниттік полюстен өткізгіш элементінің жалғасы болып табылатын сызыққа дейінгі ең қысқа қашықтық. Ағымдағы күш пен магнит өрісінің кернеулігі ұғымы енгізілгеннен кейін бұл заң келесідей жазыла бастады. Мұндағы дельта H магнит өрісінің кернеулігі, И тоқ күші, ал К осы шамалар өлшенетін
бірліктерді таңдауға тәуелді коэффициент. Бірліктердің халықаралық жүйесінде бұл коэффициент 1 бөлінген 4 пиге тең. Электромагнетизмді зерттеуде жаңа үлкен қадамды француз ғалымы Ампер 1820 жылы жасады. Эрстедтің қағидаларына ойлана отырып, Ампер мүлдем жаңа идеялар ұсынды. Ол магниттік құбылыстар электр тоғының өзара әрекеттесуінен туындайды деп болжады. Әрбір магнит бұл жазықтықтары магнит осіне перпендикуляр болатын тұйықталған электр тоғының жүйесі. Магниттердің өзара әрекеттесуі, олардың тартылуы мен тебілуі тоқтар арасындағы болатын тартылыс пен тебіліс ұғымдары арқылы түсіндіріледі. Жер магнетизмі де дәл осылай жер шарында өтетін электр тоғынан туындайды деп тұжырымдады.